Ораза бұл құлшылық, ауыз ашар беру, ол да бір салтымызбен бірге, ол да бір жақсы сауапты амалдардың бірі, құлшылық деуге де болады. Бірақ соңғы уақытта ауыз ашар бірін-біріне еліктеушілік немесе қинау, бірін-бірін зорлауға алып келмеу керек. Яғни мынау да берді деп қарызы батып, қауғаланып, одан кейін айтпақ болғаным ең негізгісі оразаның басты мақсаты бұл ағайындарды біріктіру, ұзағандарды жақындастыру, мүмкін реніші барлардың ренішін қайтару, алдынан өту деген сияқты нәрсе қамтыған дұрыс. Біздің ауызашарларымыз соңғы уақытта шоу гала концертке дейін айналып бара жатқан жағдайы бар. Жоқ, ораза тек қана тез-тез келетін, жылына бір келетін оразада сағынышын басып, бір-біріне жақсы сөз айтып, одан кейін оразаның ең басты мәселесі ауызашардың мынау дастарханда бақталастық болмау керек. Бәленің дастарханы күшті болды. Ол бізде де адамдарды айтады, тек қана ананың дастарханы керемет болды. Біреудікі сәл болса, жағдайы келгенше жасаған болса, ой бір простой жай қазақы дастархан болды деген сияқты сөз бар да. Бұл дұрыс нәрсе емес. Адам Құдайға дастарханымен жақындамайды, пейілімен жақындайды. Сондықтан кімде қандай ниетімен жасаған болса, сол ниетіне сауап соған қарай беріледі.